жеке өміріме байланыстыратын болсам, 2 ұлдың анасымын, 3 немерем бар. Мектеп қабырғасында волейбол командасының, аудандық қыздардың арасындағы волейбол командасының мүшесі болғам. Бүгінгі күні үстел теннисі ойынын ары қарай жетілдірудемін. Енді колледжде білім алып жатырған әр студенттің жеткен жетістігі, олардың көздерінде жанған оты, әрине біздің бүгінгі күнге орындап жатырған жұмысымыздың, алдымызға қойған мақсатымыздың дұрыс екендігінің дәлелі деп ойлаймын. Әрине білемін, жалпы Infinity студенттік клубы бұл 2020 жылы құрылған болатын. Сол жылы 2-ші курстың студенті Бектас Сайфолла оны басқарған. Бүгінгі күнге ол Сайфолланың оқуды тамамдауына байланысты 2-ші курстың студенті Нұрдаулет басқарады. Қазақ мемлекеттік университетінің математика факультетін тамамдаған болатынмын. Мамандығым математик оқытушы. Еңбек жолымды осы Атырау ол кездегі Гурьев қаласындағы 24-ші мектепте математика пәнінің мұғалімі болып бастаған болатын. Әрине мен бүгін ойлаймын, қарап отырғандардың көпшілігі жастар болар деп. Сондықтан бүгінгі жастардың заманы, жастарға не қажет? Әрине білім қажет, білікті маман болу қажет, өндірісте өздерінің орындарын тауып, алдына қойған мақсаттарына жетуге тырысып, көп жан-жақты іздену қажет деп ойлаймын. Сол мақсаттарына жетулеріне тілектеспін.